Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бүгін жаңа тақырыппен танысамыз. Сабақтың тақырыбы жай және құрама сандар деп аталады. Осы сабақтағы біздің қол жеткізетін оқу мақсаттарымыз жай және құрама сандардың анықтамаларын білу. Яғни сіздердің мақсаттарыңыз бұл сабақта жай сандар, құрама сандар дегеніміз не? Соларды біліп танысу және соған қатысты есептерді шығара білу. Жақсы, олай болса сабағымыз бастамас бұрын біз сіздермен қайталап өтейік. Өткен сабақта біз сіздермен өттік натурал сандардың еселіктері, натурал сандардың бөлгіштері дегеніміз не? Қандай сандардың бір деген саны қандай сан болып келеді, бөлгіштер дегеніміз қандай болып келеді, еселіктер дегеніміз қандай сандарды айтамыз, осыны қайталап болсақ, енді жаңа сабағымызға көшейік. Сонымен сіздермен мынандай кестеге назар аударыңыздар. Натурал сандар берілген, бөлгіштері берілген, бөлгіштер саны берілген. Қарап отырсаңыздар кестеде. Енді 35 саны неше бөлгіштер саны бар? 4-еу. 41-дің қандай бөлгіштері бар? 2-еу. 26-да бөлгіштер саны 4-еу. 11-де 2-еу. 1-де 1 бөлгіші бар. 18-де 6 бөлгіші бар деп айтамыз. Осы кестеден қарап тұрып, енді біз сандарды 2-ге бөлуге болады екенбіз. Сонымен натурал сандар 2-ге бөлінеді. Жай сандар және құрама сандар деп 2-ге бөлінеді. Жай сандар дегеніміз не? Құрама сандар дегеніміз не? Енді әрі анықтамаларын айтып сіздермен танысамыз. Жай сандар дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін натурал сандарды айтады. Мысалы, 101 ол бөлінеді бірге және өзіне. 5, 7, 13, 17, 19 сандар тек қана бірге және өзіне ғана бөлінеді. Ендеше бұндай сандар бізде жай сандар деп аталады. Құрама сандар дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Яғни, 2-ден көп бөлгіштері бар натурал сандар құрама сандар деп аталады. Құрама сандарға қандай сандар кіреді деп ойлайсыздар? 6, 8, 12, 15, 18, 20, 24, 25 тағы сол сияқты басқа сандарды құрама сандарға кіргізуге болады. Егер 2-ден көп бөлгіштер болса, мұнда олар құрама сандар деп аталады. Естеріңізде сақтаңыздар, бір саны жай санда құрама санға да жатпайды. Ол тек қана натурал сан болып есептеледі. Енді мынадай сіздермен ойын ойнайық. Мына жерде сіздерде адасқан сандар деген сандар берілген. Сандардың ішінен сіздер жай сандарды бөліп және құрама сандарды бір бөлек теріп жазу керексіздер. Тапсырманы орындап болсақ, ары қарай сіздермен көшейік. Сіздерге қысқаша ғана мәлімет беріп кетейін. Біздің эрамыздан бұрын 3-ші ғасырда өмір сүрген Александриялық ғалым. Ол жан-жақты адам болған, сандар теориясымен айналысып, жұлдыздарды зерттеген. Бірақ ғылымда оның есімі жай сандар табу тәсілімен байланысты. Яғни ол тәсіл аталады эратосфен иелігі деп аталады. Ол қандай әдіс? Қазір біз сіздермен сонымен танысып өтеміз. Мысалы, қарайық кестеге. 1-ден 150-ге дейін сандар кестесін жазамыз. Жаздық, неке қараңыздар кестеге. Енді осы кестеден біз сіздермен 1-ді және 2-ге еселік сандарды сызамыз. 2-ге еселік сандар, яғни 2-ге бөлінетін сандарды сызып аламыз ішінен. Келесі, осы кестеден тағы да біз сіздермен 3-ге еселік сандарды сызып отырамыз. 21, 9, 6 деген сандарды сызамыз. Ағардай, енді 5-ге еселік сандарды сызамыз. Қарап отырсаңыздар, түстер әртүрлі өзгеріп жатыр. Қызыл, сары, көкпен болды. Ағардай 7-ге еселік сандарды сызамыз. Осы кестеден жасылмен сызылған сандар, ол 7-ге еселік сандарды сыздық. Енді 11-ге еселік сандарды сызамыз. Ағардай, енді қарап отырсаңыздар, кестеде қандай сандар қалды? Міне осы сандар ендеше жай сандар болып есептеледі. Назар аударыңыз, кестеге қараңыздар, мұқият қарап алыңыздар, қандай сандар сонда жай сандарға жатады екен. Кестемен жұмыс істеп болсақ, енді ары сіздерге тапсырма оқулықтан номер 192-ші есеп және 194-ші есептерді шығарамыз сіздермен. Сонымен, бүгінгі сабақта біз сіздермен қандай тақырыппен таныстық? Жай сандар деп қандай сандарды айтамыз? Құрама сандар деп қандай сандарды айтамыз? Бір саны қандай сан болып есептеледі? 7 санның неше бөлгіші бар? Оларды атаңдар. Осы сұрақтарға келесі сабаққа
дайындалып келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.